Өзге де ақпараттарға. Бала тәрбиесі әрқашанда басты назарда. Әсіресе оң солын енді танып келе жатқан колледж студенттері қамқорлыққа зәру. Саран қаласының Абай Құнанбайұлы атындағы жоғарғы гуманитарлық техникалық колледжінде ата-аналар жиналысы өтті. Ондағы талқыға түскен мәселелер жөнінде тілшіміз Ерік Нарын айтып берсін. Бұл колледжде осы тектегі жиын әр оқу жылының басында болады екен. Осы жолғысы еліміздегі жағдайға байланысты Zoom қосымшасы арқылы өтті. Бұған бірінші курс студенттерінің ата-аналары қатысты. Басты мақсат мектептен түлеп ұшып, колледж табалдырығын енді аттаған жеткіншектерді білім ордасының негізгі ереже талаптарымен таныстыру. Бұл жиналыста шалғайдағы студенттерді жатақханаға орналастыру мәселесі сөз болды. Сондай-ақ ата-аналарға білім ордасының жалпы тәртібі мен талабы, оқу кестесі туралы айтылды. Және студенттер үйде Zoom арқылы барлық сабақтарға қатысу керектігі ескертілді. Мамандар осынау қиын кезеңде бірінші курс студенттеріне онлайн оқу оңайға соқпайтыны анық дейді. Жеткіншектердің үлгерімі мен тәртібі жақсы болу үшін үлкендердің қолдауы керек екен. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Жамбол Жаяубаев жиналыста ата-аналарға үндеу жасады. Әрине, әр ата-ана өз баласына көмек беру керек, өйткені ол ата-ананың міндеті деп ойлаймыз. Себебі біз жалғыз мұғалімдер оны істей алмайды. Өйткені балалар үйде болғандықтан оларды қадағалау керек, көмектесу керек. Өмірге деген көзқарасы мың құбылып, жақсы мен жаманды ажыратуды енді үйреніп келе жатқан жеткіншектерге саналы тәрбие мен қадағалау, мейірім мен қамқорлық керек. Назардан тыс қалған бала қоғамның сыздауығына айналуы ықтимал екені дәлелденген құбылыс. Полиция өкілдерінің айтуынша, Саран қаласында жасөспірімдер арасындағы қылмыс көрсеткішінің өсімі байқалмайды. Себебі бұнда қажетті деңгейде, қажетті уақытта кешенді шаралар жүзеге асырылуда. 7 қыркүйектен бастап 1 желтоқсанға дейін Саран қаласында және Ақтас кентінде ОПМ участок жүріп жатыр. Және бүгін широкомасштабная акция «Дети в ночном городе» жүріп жатыр. Колледж басшылығы аз қамтылған отбасыларға компьютерлер таратылды дейді. Білім ордасы қашықтан оқытуға сақадай сай. Ұстаздар қауымының алдында тұрған бүгінгі мақсат студенттерді жаңа жағдайға бейімдеу болып табылады. Ерік Нарын, Ернұр Жомарт, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.